Армысыздар көрермен қауым. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Армысыздар қалайық, бармысыздар қалайық, Наурыз тойын жүк жазбай, жылда қарсы алайық. Наурыз күн мен түн теңеліп, жер көкке жан бітіп, жануарлар төлдеп, адамдардың аузы аққа тиетін тон жібіп, жер ана босанған сәт. Наурыз көктем мерекесі. Наурыз жыл басы. Наурыз жаңа серпін, жаңа леп. Наурыз қуаныштың мерекесі. Бақыт пен шаттықтың мерекесі. Наурыз шаруаның мерекесі. Наурыз еңбектің мерекесі. Наурызды ата-бабаларымыздың сөзімен айтсақ, ақ түйенің қарны жарылған күн. Алдымен наурыз деген сөздің өзіне тоқталатын болсақ, бұл көне парсының сөзі. Қазақша аударсақ, алғашқы буыны нау, жаңа, рыз, күн дегенді білдіреді, ұғымды білдіреді. Сонда да жаңа күн деген сөзден шыққан екен. Наурыз жаңа күн, яғни жылдың күні, жыл басы. Бұл біздің халқымызда күн мен түн теңелер мезгіл наурыз айының 22-ші жұлдызына сәйкес келеді. Бұл қыс бойғы қар еріп, жер жүзі көгеріп, көктеп, тіршілік атаулыға жан бітіп, жасарып, жаңартқан шақ. Бұл күні аталарымыз бен әжелеріміз үй-үйді, ауыл-ауылды аралап, наурыз көжеден дәм татып, үлкен кішіге ақ баталарын беріп, ізгі тілек тілеп, ұлыс күні қазан толса, ол жылы ақ мол болар дегендей игі тілектер айтқан. Біздің бүгінгі іс-шарамыз игі іс күні. Әрбір адамзат, әрбір еңбектеген баладан кәріге дейінгі адамдар бір-біріне игі іс жасауы керек балалар. Сондықтан да бір-бірімізге қамқор болайық, мейірімді болайық, әрдайымда игі іс жасай білейік. Уа халайық, бүгін ұлыстың ұлы күні. Ата-бабаларымыздың сөзімен айтсақ, ақ түйенің қарны жарылған күні. Наурыз мейрамы, наурыз салтанаты. Бұл күні аталарымыз бен әжелеріміз үй-үйді, ауыл-ауылды аралап, наурыз көжеден дәм тататын. Үлкен кішіге ақ баталарын айтып, ізгі тілектерін тілейтін. Ұлыс күні қазан толса, ол жылы ақмол болар. Ұлы кісіден бата алса, сонда ол жолы жол болар. Деп нақыл айтып, ауыл арасын ауыз бірлікке тұтылуға, үнділікке шақыратын. Жыл басы наурыз күні айтылған, ақ тілек, ақ болып. Балалар, біздер ұлыстың ұлы күні ақ бата алып, шашу шашатын кім екенін білесіңдер ме? Ендеше ортаға ақ батасын беруге Қыдыр атамызды, шашу шашуға Наурыз әжемізді шақырайық. Ата-бабамыздың нанымы бойынша көктен жауған нұр жерге Қызыр баба кейпінде түскен. Әдетте халқымыз Қызыр бабаны саумалық айтумен қарсы алған. Саумалық, саумалық, қаптауының көк құсы ұйқыдан тұрды ма? Тұрды. Аяғын жерге басты ма? Басты. Саумалық, саумалық, қаптауының көк құсы жүгірді ме? Жүгірді. Саумалық, саумалық, қаптауының самарқанын көк тасы жібіді ме? Көрдің бе? Жібіді. Көрді. Саумалық, саумалық, сүті көп, көмірі аз, жыл... Саумалық, саумалық, жаңа келген жақсылықты көрдік пе, көрмедік пе? Көрдік. Саумалық, саумалық, ескі жыл шығып, жаңа жыл кіріп келді. Келді. Саумалық,
кетейік. Армысың мейрамды күн ана, шуағы тараған ғаламға, табынып тәу етем өзіңе, тыныштық болсын деп далама. Тәу, 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 жылуыңа тәу еттім күн ана, әлемді жарық еткен қасиетіңе, тәу, тәу, тәу. Ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын, жаңа күннің бастамасы тәтті болсын. Шашу, шашу, шашу. Ұлыс сұрасаң бата берейін, өстен болсын мерейін, ықыласпен қол жайсаң, ақ тілекті түгейін. Ұлыс оң болс, ақ мол болс, қайда барсаң жолың болс. Ұлыс бақты болс, төрт түлік ақты болс. Әумин. Құтты болсын Наурыз жылдың басы. Құтты болсын Наурыз, Наурыз. Наурыз бақыттың бастамасы. Наурыз келсе құт келгені қалайық. Есік ашып, шашу шашып, ел боп қарсы алайық. Отырған қонақтарға шашу шашу. Қыдырай да Наурыз әже ортаға жайғасыңыздар. Бүгін бізде Наурыз той болғалы жатыр. Бізбен бірге той тойлаңыздар. Наурыз тойға бәрің бүгін, аямай өнерпаздар әнмен жырын, тойлай халық той. Наурыз оның шуағын жерге тіккен бақыт күні. Келіңдер наурыз күні қарсы алайық, билік жырын жырлайық, ән салайық. Қаһарлы қысты өтіп наурыз келеді, арқанды кен созушы уа халық. Қанеки қарсы алайық жылдың басы, қосылып жасқа жасың, басқа басың. Барайық келе жылға, төрт көз түгел аман боп, алыс жақтың кәрі жасың. 22 наурыз қазақтың жаңа жылы, ұлыстың ұлы күні. Бұл күні адамзат жақсы іс істеуге ұмтылды. Наурызда жасалу керек игі істер. Көктемде жерге тал егу игі іс. Атадан мал қалғанша талқасын деген қазақ ағаш тұрғызу ісіне баса мән берген. Үлкен кісілер бар жерге барып амандасу, наурыз көжесі істеп қана қоймақ, ал әр үйдің наурыз көжесін дәмін таттырып дәстүр бар. Сондықтан әсіресе үлкен кісілердің үйге бар бері келіп шықсаңыз нұр болмақ. Өнерден дәм татырыңыздар. Жетім есірге, кемтар адамдарға көмек беру. Наурыз мейрамында көңілі жарты адамдарға көмек беріп, бүкіл халық олардың да мейрамды бәрімен теңдей көңілді қарсы алуына жағдай жасаған. Ренжіткен адамнан кешірім сұрау өмір болғасын бәріне. Сәлем ата-аналар, айналайын балалар, халқым менің, қайдасың? Олыс уақыт үдеп келдім мен, бақыт тілеп келдім мен.
Қудым жерден суықты, қырдан салқын бу шықты. Ұлыс күнге бүгін мен жеттім міне асыға. Жақсылықтан басташы, жаңа жылым қудым мен. Спешите делать добрые дела. Спешите делать добрые дела, которые всегда идут не в счет. Спешите делать добрые дела, когда к вам благодарность не придет. Спешите делать добрые дела, которые рассудку вопреки, что у истока человек пошлет, то и получит в устье у реки. Спешите делать добрые дела, ни денег, ни сулящие, ни благ. Спешите делать добрые дела, забыв навеки принцип так не так. Спешите делать добрые дела, но не копите в памяти обид. Ведь тот, кому вы сделали добро, скорее всего, за это отомстит. Спешите делать добрые дела, чтобы за свое добро любить других. Спешите делать добрые дела во имя утверждения вас самих. Спешите делать добрые дела. Получится, считайте, повезло. Спешите делать добрые дела, чтобы не хватило времени на зло. Что такое доброта? Добро – это ты, добро – это я, добро – это целая наша земля, добро – это праздник семьи, добро – это песня ручья по весне, добро – это радости моря и смеха, добро – это так же прекрасно, как лето. Наурыз күні үйіңізді ғана емес, айналаңызды тазарту игі істер қатарына жатады. 22 наурызға бір күн қалғанда, яғни 21 наурыз ата-бабамыз үйіндегі бүкіл қоқысты шығарып, айналасын тазартқан. Біз де сол дәстүрден қалмай, жаңа жылды тазалықта қарсы алайық. Ғасырлар бойы атадан балаға мұра болып келе жатқан осы менен наурыз тойы бүгін тағы есігімізді ашып отыр. Наурыз тойы тамаша, наурыз тойы жаңаша, тымылжып тұр жараса, табиғатты тамаша. Наурыз тойы салтанат, наурыз тойы мархабат. Әр жүректен ән тарап, шаттанады шар тарап. Наурыз мейрамында наурызды қалай қарсы алсаң, жыл бойы солай боласың деген ырым бар. Дастарханы мол болғаны жақсы ырым. Ендеше, дастарханда қандай тағам болу керек? Алдымен қымыз, шұбат, айран болғаны құба-құп. Бауырсақ, тоқашынан құрт дастарханыңыздан табылуы тиіс. Бауырсақ пісірудің оңай жолы мына жерден көре аласыз. Дастарханның сәні ет. Етті пісіру, оны әдемілеп кесу үлкен өнер. Етті нанын жаю да екінің бірінің қолынан келе бермейді. Наурыз мейрамында 7 шелпек беру керек. Сценка по произведению Валентины Асеевой «Сыновья». Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. Недалеко от колодца на камень присел отдохнуть старенький старичок. Вот говорит одна женщина другой: мой сынок ловок да силен, никто с ним не славит. А мой сынок поет, как соловей, ни у кого такого голоса нету. А третья молчит. Две женщины ей говорят: что ж ты ничего не говоришь из своего сына? Что же сказать? Ничего в нем особенного нет. Вот набрали женщины полные ведра и пошли, а старичок не спеша идет за ними. Идут женщины, останавливаются, болят у них руки, плещется из ведер вода, ломит спину. Вдруг навстречу бежит мальчик, кувыркается, делает всякие выкрутасы. Женщины им любуются. Выбегает второй мальчик, песню поет, заливается, заслушались женщины. Малинка, малинка, малинка моя. А третий мальчик подбежал к матери, взял у нее ведра тяжелые и понес их. Спрашивают женщины старичка:
Ну что, как тебе наши сыновья? А старик им отвечает: А где же они? Я только одного сына вижу. Жетім жесірге кемтар адамдарға көмек беру. Наурыз мейрамында көңілі жарты адамдарға көмек беріп, бүкіл халық олардың да мейрамды бәрі мен теңдей көңілді қарсы алуына жағдай жасаған. Наурыз құтты болсын, Наурыз күнгі игі іс. Рахмет, Наурызың құтты болсын. Ренжіткен адамнан кешірім сұрау өмір болғасын бәріне бірдей ұнау мүмкін емес. Кей жағдайда біреуді ренжітіп алсақ, кейде біреу бізді ренжітіп көңілімізге қояу салып жатады. Наурыз мейрамында ренжіскен адамдар құшақтасып татуласады. Өкпенің бәрі өткен күннің еншісіне қалсын деген тілекпен бір-бірін кешіреді. Добрым быть совсем непросто. Не зависит доброта от роста, не зависит доброта от цвета, доброта не пряник, не конфета. Доброта с годами не стареет, доброта от холода согреет. Если доброта на солнце светит, радуются взрослые дети. Только надо добрым быть и в беде друг друга не забыть. Добро творить спеши, мой друг, и для друзей, и для людей. Порою им бывает худо, добро твое им будет чудом. Добро, как Божья благодать, спасением жизни может стать. Друг, не жалей огня души, творить добро всегда спеши. И слово доброе, и дело ты применить сумей умело, их не жалей любому дать. Добром их души исцеляй, с обидой в сердце трудно жить, добром за зло умей платить. Тот добро творить умеет, зло сотворить уже не смеет. Дари, дружок, добро дари, за все добром благодари. Как научиться доброте? Как научиться доброте? Ответ простой, она везде. В улыбке доброй и рассвете, в мечтах и ласковом привете. По всей земле добра частицы, их надо замечать учиться. И в сердце собирать своем, тогда не будет злого в нем. Когда по склонам вечной суеты бежать от неудач устанешь люто, направь шаги тропою доброты и радость помоги найти кому-то. Как бы жизнь не летела, дней своих не жалей. Делай доброе дело ради счастья людей, чтобы сердце горело, а не тлело во мгле. Делай доброе дело, тем живем на земле, как праздник, как счастье, как чудо. Идет доброта по земле, и я про нее не забуду, как я забываю о зле. Только надо добрым быть, и в беде друг друга не забыть. И завертится земля быстрее, если будем мы с тобой добрее. Давайте станем чуть добрее, не будем злиться на других, жить с добрым сердцем веселее, ценить друзей, любить родных. Мы все зависим друг от друга, плоха ли жизнь или хороша. Дождь за окном кружит ли вьюга, с добром всегда светла душа. Ақ бұлақтарды ақтатып, шын қыздарды шаттатып, тізбектеп тырналады, сүйгізіп сырғалады, шошытып балықтады, шаттатып арықтады, тербеліп нәс қайыңдады, төгілсін жаз жайында әнді. Армысыздар үлкен кіші ағайын, бүгін жаңа ру мейрам, бүгін Самарқанның көк тасы еріген күні, бүгін жаңа жыл. Ендеше сіздерді Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күн күнмен
сөйлейтін адамдардың аузы аққа тиетін күн. Наурыз бақыттың бастамасы, жақсылықтың жыршысы, өмірге нұр сыйлаған, сезімге гүл сыйлаған, халыққа стелейтін күн. Наурыз құтты болсын, дендеріңіз сау мықты болсын. Наурыз тойы келе берсін, барлық халық бақытты бола берсін. Еліміздің несібесі көп болсын, халқымыз көбейіп топ болсын. Наурыз құтты болсын. Наурыз құтты болсын. Ендеше бүгінгі іс-шарамыздың соңы деп білеміз. Наурыздарыңыз құтты болсын. Ән қосылсын әніңе, сән қосылсын сәніңе. Ырысты болсын жаңа жыл, бақытты болсын барша қауым. Ой қосылсын ойыңа, бой қосылсын қойыңа, бойларыңа. Аман есен жетейік келер жаңа жылына.